Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақты барынша жеңіл тілмен түсіндіруге тырысамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ағылшын тілін үйренушілердің 90% ағылшын тіліндегі forget сөзінің аудармасын біледі. Қазақ тілінде бұл сөз ұмыту деген мағынаны білдіреді. Мысалы, don't forget to subscribe to my channel. Менің арнама тіркелуді ұмытпа. Сондай-ақ ағылшын тілінде forget сөзінің бір ғана емес, бірнеше синонимдері және фразалары бар. Бүгінгі видео сабақта осыларды қарастыратын боламыз. Бірінші үйренетін фразамыз sleep someone's mind. Фразадағы әрбір сөзді жеке қарастырып көрейік. Sleep сырғанау, таю деген мағынаны білдіреді. Mind адамның жадысын, ойын айтқанда қолданылады. Біз бұл фразаны тек ауызекі сөйлеуде қолданамыз. Эссе жазған кезінде бұл фразаны қолданбайық. Себебі бұл фразаны ағылшындар тек ауызекі сөйлеуде қолданады. Ал егер эсседе қолданатын болсақ, біздің эссеміз көркем болмай қалады. Мысалға назар аударайық. I meant to tell you that someone called you, but it completely slipped my mind. Бұл сөйлемнің аудармасы, сізге біреу қоңырау шалғанын айтқым келген, бірақ ол мүлдем есімнен шығып кетіпті. Біз кейде бір нәрсені ұмытқан кезде тілімнің ұшында тұр деп айтамыз. Бір қызығы, ағылшын тілінде де дәл осындай фраза бар. Бұл фраза on the tip of someone's tongue деп аталады. Біз бұл фразаны жақын арада қайтадан есімізге түсетін ақпаратты айтқанда қолданамыз. Мысалы, what was his name? It's on the tip of my tongue. Оның есімі кім еді? Тілімнің ұшында тұр. Келесі фразаны үйрену үшін мына сөзді аударып көріңіз. Сізге 3 секунд уақыт берейін. Бұл сөздің ағылшынша баламасы escape. Escape сөзі қашу деген мағынаны білдіреді. Орыс тілінде совершать побег. Сіз ойлап отырған боларсыз. Бұл сөздің ұмыту сөзіне қандай байланысы бар? Бұл сөзге pronoun сөз табы тіркесетін болса, естен шығу, ұмыту деген мағынаны білдіреді. Pronoun дегеніміз бұл есімдік. Мысалы, escape me, escape you, escape us, and so on. Енді мысалға назар аударайық. The name of your book escapes me at the moment. Дәл қазір кітаптың атын ұмытып тұрмын. Келесі үйренетін фраза someone's mind goes blank. Бұл жерде blank сөзі бос, таза, толтырылмаған деген мағыналарды білдіреді. Мысалға назар аударайық. I tried to remember your name, but my mind went completely blank. Мен оның есімін есіме түсіруге тырыстым, бірақ есімде мүлдем болмады. Міне достар, бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Сіздерге бүгінгі берілген ақпараттар түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше сау болыңыздар.